Пысықтаймыз. Сол үшін бірінші уақытта қамш келе ғой. Екінші уақытта жандарбек сен шыға ғой. Үшінші уақытта аңдақ сен шық. Төртінші уақытта қуаныш ерке olan келе ғой. Ақылан сен соңғы уақытта шығасың келе ғой. Қолдарыңыз алай, тәйім оқиықшы. Бірінші уақытта оқып берші. Не бірінші уақытта? Алды оқып берші. Алай. Мағжан Жұмабаевтың өмірі туралы не білесің? Мағжан Жұмабаев 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы Сасықкөл аумағында дүниеге келген. Мағжан 4 жасынан бастап хат танып бастады. Қызылжар қаласында медресе ашылып, ол сол жақта 5 жыл оқып, Жарайсың, бірақ ол білімі туралы, қызмет туралы айтатынлық сәтмесін. Ол қай жылы қайтыс болды соңайда ғой, неліктен қалай қандай жағдайда қайтыс болды? Ол 1937 жылы халық жауы аттанып, өлім жазасына кесілді. Яғни ату жазасына кесілді, е? Жақсы. Екінші Жанатке айта ғой. Ақынның білімі мен қызметінің бірі, және де ол ақын қоғам қайраткері, ақын, жазушы. Ақын, е? Жақсы. Халқының өнер білімге шақыру болды. Өлеңдері мен жастарға сенемін, балалық шақ, қазағым, қарағым, жалғызхан. Мен жастарға сенем өлеңі өзінің ұрпақтарына деген сенімділігін, жалындаған көзделетте боламын. Жалындаған көзделетте болесың. Тамаша, жарайсың, тамаша. Келесі сұрақ. Ақынның қандай пайдалары бар? Ақынның Қоңырбайдың Қобызға Қорқат, Жүсіп хан Батырбаян, Ол өтпесінің қиясы, және өтегеш деген пайдалары бар. Түркістан деген. Ақын шығармалардың тәрбиелік мәні де. Ақын шығармалардың тәрбиелік мәні ол өзінің болашақ ұрпақтарын, өзінің елін сүюге, отанын қастерлеуге бағыттайды. Және де оларға отанға деген махаббатын ашуға үміт береді. Тамаша. Жақсы балалар, үй жұмысын жақсы бағыттарымен жақсы деңгейде оқып, дайындалып келдік деген ойдамын. Жақсы отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Интерактивті тақтадағы бейне ролигімізге назар аударайық. Енді техникалық ақауларға байланысты дауысы шықпай жатыр. Сонда да енді не туралы екенін түсінеді деген ойдамын. Өйткені бұл тарихи фильм болғандықтан көрген шығарсыңдар деген ойдамын. Мынау енді жоңғар қалмақ шапқыншылығы кезі болды. Шапқыншылық барысындағы жаңағы қыздың тұтқынға түсуі, Қайым Батырдың қолына қалмақ қызының. Және ол ноянмен кездесіп жүрген кезі. Және оның жаңағы қашып бара жатқан кез және Батырбаянның садақаты өлтіруі. Яғни бүгінгі жаңа тақырыбымыз қалай қалады деген ойдасыңдар? Батырбаянның өмірімен танысады екенбіз балалар. Жарайсыздар. Ендеше кәне барлықтарымыз бүгінгі талдау, яғни сюжетке талдау жасаймыз балалар. Және шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру дегеніміз, салыстыру деген мағынаны білдіреді. Ендеше барлықтарымызды тақтаға шығуларын сұраймын. Барлықтарымыз келе қойыңдар. Бес-бестен біргеміз. Үшеу болып қалды ғой. Бесеу. Жақсы, жарайсыңдар. Кеттік, келесі. Айналамыз, кеттік, жүреміз, әрі-бері қимылдаймыз. Төрттен. Тамаша. Келесі. Айналамыз. Емдерді ұстаймыз өзімізді балалар. Үш-үштен біргеміз. Үш-үштен біргеміз. Енді. Бір жерде бірнеше топ болған сияқтысында. Балалар ендеше барлықтарымыз былай қарайық. Сендерге бірінші топ алайық. Үш қадамды сұхбат бойыны балалар. Бұл үш одақ деп аталады. Бірінші адам мен берген тапсырманы оқиды. Екінші
Жақсы. Кім жалғастырады маған? Егер дұрыс келісемін, толық түсіндім десек, қолымызды көтереміз, бір саусағымызды. Толықтырамыз, басқа көзқарасымыз бар дегендер екі саусағымызды көтереміз, және менің сұрағым бар дейтін болсақ, қолымызды көтереміз. Көтерейік, қане? Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, дұрыс келісеміз. Ендеше сендердің түсінгендеріңді бағалау мақсатында қазір волейбол ойынын ойнайтын боламыз балалар. Одан бұрын айта кететін жағдай, балалар, сендерге бүгінгі бағалау әдісін түсіндірмекпін. Кешіріңіздер, міне барлықтарының көріп отырған шығарсыңдар, сабақ тарту тәсіліменен бүгін сабақты бағалайтын боламыз. Барлықтарын қазір міне 20 оқушының аты жөні жазылып тұр. Егер сендер мысал үшін қазір бізде жауап берген оқушылар бар, солар ақырында жағына сары қызыл межеге жету керек. Сонда өте жақсы деген бағаларды алады. Егер көк межеде болатын болса, онда жақсы деген баға, және қара мен көктің ортасы қара межеде сәл төмендеу деген қалпын деген жаңағы бағалауға ие болады. Сондықтан барлықтарымыз атсалысайық. Келісіп пе балалар? Ендеше Батыр Баянның бірінші тарауы бойынша кім мазмұнын айтып бастайды? Дидар, сөйлеші. Баян батыр қалмақтармен соғыста болып оларды жеңіп олар қалмақтардың мал мүліктерін, байлықтарын алады. Және Батыр Баян айдай сұлу қызды көріп, кімнің бастауымен ол қалмақтарға жоңғарларға шапқыншылық жасайды? Абылай хан бастауымен. Сол сұлу қызды көріп, тұтқынға алып кетеді. Сұлу қыздың әлі кішкентай қыз. Жасы небәрі 14-ші. Сөйлеген сөзі су сылдырлап құйылғандай. Бұлақтың сылдырлаған суындай екен, жақсы. Жақсы. Келесі. Кімге лақтырасың? Лақтырға. Атын атау лақтырға. Сосын ол сол сұлу қызды өз еліне алып кетеді. Ол қызды Баян жақсы көрген. Жақсы. Жалғастырамыз ба? Қызды жақсы көреді. Иә. Кімге? Санжар? Bir күні Ноян сол қызға өзінің сезімін білдіреді. Ноян білдіреді, Ноян ол кім? Ноян Баянның інісі. Інісі, иә. Қызға сезімін білдіргеннен кейін қыз оған менің ата-анам менің рұқсатымды алмай ешқайда кетпе деген. Ой, басқа күйеуге тиме деген. Кім айтыпты оны? Қыз Ноянға. Кім айтыпты ол? Қызға кім айтыпты? Ата-анасы Иә, ата-анасы айтқан екен. Сондықтан екеуміз менің еліме барайық. Егер де екеуміз жай ғана барсақ, бізді Баян өлтіріп кетеді. Сол үшін екеуміз қашып кетейік дейді. Жақсы. Жалғастырамыз ба? Кімге бересің? Ағасына ашулы қарап күлгенше Баян Ноянды жебемен атып өлтіреді. Сол сәтте сұлуды өлтіреді. Екеуін жерлеп, інісі мен қалмақ қызын жерлеп болған соң. Жақсы. Келесі топқа лақтырамыз ба? Жібек болғаннан кейін Баян өзіне Дауысын шығарып. Жібек болғаннан кейін Баян өзіне өкінеді. Неге мен өзімнің інімді өлтірдім? Алдымда жаңа ғана Көкежан деп тұрған інім қазір жоқ дейді. Одан кейін Баян өзінің жаумен соғысқанда сол жаудың қолында өлгенде өз өзіне серт береді. Жақсы, серт береді. Ары қарай не болады деп ойлайсыңдар? Кім айтады? Ары қарай Сенің ойыңша? менің ойымша осы тараудың жалғасы Баян сол шешімде тұрады. Себебі оның өзінің намыс құштар болады және өз інісінің бір қалмақ қызы үшін өлтіргеніне қатты өкінеді. Сондықтан сондай өзін жаңағы жау қолында қазір серт береді деп ойлайсың, соған және сертке жетеді деген ойлайсың ба? Жақсы, тамаша балалар, жарайсыңдар. Ендеше алдымызда микрофон тұр. Микрофон айтысыменен қазір кімге, қай топтың кімнің сөйлегені ұнады? Кәне қайтады? Қандай айтысың ба, сен айтысың? Менің бойымша Санжар өте жақсы айтылды. Оқыған жерім өте күшті машинада.
Жақсы, жарайсың. Келесі. Сен айтасың. Менің ойымша, Қуаныш өз айтқан өз оқығанын өзінің ойынша оқығанын жақсы мазмұндап жеткізді. Жақсы. Тағы, екінші топқа берейік, кім айтады өзінің ойын? Менің ойымша, Санжар жақсы оқыды, жақсы түсіндіріп берді. Санжардан басқа ешкім айтпады ма бұл топта? Бұл топта? Қуаныш туралы не айтасың? Еркебұлан туралы ол да жақсы түсіндіріп берді, жақсы оқыды. Мен түсіндім соны. Жақсы, жарайсың. Рахмет. Жақсы. Ал, тездетеміз балалар. Менің ойымша, бірінші топта Дидар өте жақсы айтты. Ол өзінің ойын, өз ісін жақсы білдіре алды. келтіріп отыр. Керемет. Саған керемет келген. Жақсы. Балалар, айта ғой, сен айтып Менің ойымша, екінші топта Ингар өз ойын жақсы жеткізді, оқығанын түсіндірді, сабаққа өте жақсы қатысты, мазмұнын өте жақсы жеткізді. бір тілек дауысы кішкене көтеріңкіреседі екен. Жақсы. Жарайды, балалар, ендеше біз рахмет, қоя ғой. Енді балалар біз екінші жаңағы немізге, үшінші әдісімізге өтеміз. Ол графикалық органайзер деп аталады. Онда жүйрік қиял деген жаңағы өз ойларында Баян Батыр жағудың орнында болсаң да не істер едіңдер дегенде, мына жерге қазір постер сызамызда, өз ойымызды осы кластер сызсаңда жазылады, өз ойымызды қазір дәлелдейтін боламыз. Ол үшін барлықтарымыз естеміз, атсалысамыз. Ал көңіл күйі суреттейсіздер, қандай жағдайда ол қандай көңіл күйде болды, соны қазір сызып, егер қаласаңдар, Ноянның да көңіл күйі жетеді. Сізге сайқалар қазір сендерге 5 минут уақыт беріледі. Қалмақ түсінгенде көңіл күйі. Сесен қайсы? Деңгейлі 100 болды. Қалмақтардың жері суық тұзды. Мына жерге жазып отырасың ғой, симасын жоғарырақ жаза беріңдер. Жоғарыдан біз 20-дан бастап жаза беріңдер. Жақсы ма? 20-дан бастап. Сонда сіздерге Өз еліне алып кетеді. Тұлғынға өз еліне көрінбей қалмасын, жақсы ма? Болса, бір қалмақ қызы үшін өлтірмесейді. Жақсы, тұрайыз ішкелер көйде тұтқынға түсіріп, оған ғашық болғанда, оның көңіл күйі 100-де болады. Көңіл күйі көтеріп болады. Жақсы. інісі мен қызы ашылуын естігеннен кейін Баянның көңіл күйі ашылу болады. Иә, төмен түседі десеңіз, иә. Жақсы, төмен түседі, ашылу болады. Иә. Інісімен сол қызды өлтіргеніне өкінеді және оның көңіл күйі түсіп қалады. Мүлдем түспейді, иә? Келсеңіз үй балар? Иә. Жақсы отырамыз, иә? Жоғары
болса, түзетеміз, толықтыратын болса, толықтыруымыз қажет. Сондықтан сендердің тыңдауларың міндетті балалар, жақсы ма? Оқиғаның байланысы бар. Тамақтың қызын өз еліне тұтқынға алып келуі. Тоқсанның және даму екі жігіт қамақ қызына ғашық болуы. Жақсы. Шиеленісуі, қыз ноянды алда өзеніне апармақшы болады. Жақсы. Шарықтау шегі. Шарықтау шегі. Не болды? Қыздың қашып кетуі. Жақсы. Шарықтау шегін осыны тұтамыз ба? Толықтыру бар ма? Жақсы, Санжар. Шарықтау шегіне ноян мен қызды өлтіріп, соған өкінгенде. Иә, ол да дұрыс келеді де. Ең шарықтау шегі, жаңағы ең биігі шыңы, ол не болды? Жаңа баянның ноян менен жаңа қалмақ қызының не істеуі? Садақпен атып өлтіруі. Сондықтан оны шарықтау шегіне қойсақ болады. Шешім, қандай шешім шығарылды? Баян 2 жасты өлтірілді. Иә, бұл шешім ма? Негізі шешім қалай? Сондықтан Ашуланбай тұрып, бір шешімге ашуланбай тұрып па, ашулы болып тұрсың да? Иә? Жақсы. Келісеміз бе балалар? Жақсы, отыра тұрды. Келесі. Қыз баянның орнында болса, бір қалмақ қызы үшін өзіміздің әнімізді өлтірмеуші еді. Біз баянның орнында болса, жүрегімізге ерік бермеуші. Неге ерік бермеуші? Себебі баян өз жүрегіне ерік беріп, қалмақ қызына ғашық болып, өз інісіне кетіп қойды. Иә, ол өйткені батыр ғой, иә, ол өзінің жүрегін жаңағы емеуін танытпау керек қызға. Ал жақсы, жарайсың, тамаша. Келесі. Біз баянның орнында болсақ, қалмақ қызына өлтірмеуші еді. Алып келмеуші. Ол жаңағы иә, ол кезде тұтқында болушы еді, немесе біреуге атастырып, жаңағы екінші әйелге де беруге болатын, иә? Жақсы алайын. Мен баян орнында болсам, ноянды өлтірмей, қамақ қызы екеуін беруіне рұқсат берші. Ой, қандай тамаша. Жақсы. Мен баянның орнында болсам, халық қызын Қалмақ қызын. Мен баянның орнында болсам, 2 жасқа батасын беруші едім. Батан беруші еді, баянның орнында болса. Жақсы. Жарайды енді. Әркімнің пікірі құнды балалар, сондықтан Асылбек сенің де пікірің құнды, тамаша. Қалмақ қызын әкелмегенде, сол кезде баян өзіне серт бермеуші еді, мен жалғыз болған өлемін. Иә. Сонда барлық маман қалар еді дейсің ғой, иә? Иә. Тамаша. Соңғысы, біз баянның орнында болсақ, ойымызбен жұмыс істеуші едік, жүрегімізге ерік берді. Енді естеріңізде болсын, ешқашан ашуға бой алдырмау керек, иә? Мен жұмыс істеуге дұрыс етесің. Тамаша. Ал енді балалар, композициялық талдау жасайық. Алды ма? Қиял ойын шыңдай алды ма? Қандай ойларың бар? 2 жұлдыз бір тілек. Қане, қай топ бастайды? Кім айтқысы келеді? Ерке болар? Маржан, сөзің бар ма? Айнұр, не айтасың? Басқа топ туралы. Мен басқа топ туралы жақсы ойларым көрсетті. Бірақ екінші топта дауыстарын дұрыс шығара алмады. Дауыстарын солай ма? Берсеңіз бе жоқ? Кішкене дауыстар қаттырақ шығып, бәрі жақсы болды. Жақсы, бірақ онсыз да естілмей дауыстар. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі, бірінші топ. Ой, екінші топ. Кімге айтамыз? Айжан, сен сөйлеші. Менің ойымша 2 топта тамаша жұмыс істеді, олар жақсы көрсетілді және белсенді қатысты. Алихан, не айтасың? Кім жыралайды? Натоп туралы ма? Кім сөйлеген? Кімнің идеясы? Кімнің ойы, қиялы? Қане, Рафат, сен сөйлеші. Маған Дидарның ойы қатты ұнады. Өзінің ойын түсіндіре білді. Жақсы, иә, жаман емес. Бірақ балалар барлықтарында жақсы қатысыңдар, тамаша. Бірақ енді ұшқыр қиял дегеннен кейін ол жерде ой салып отырғандар бар, иә, мынаны бүйтейік, мына жер сөйтейік деп. Сондықтан бағана топ басшысына айтып ұмытып кеттім ғой. Ақмарал, Данелия, осы қыздардың да еңбегі зор деп ойлаймын мен. Жақсы балалар, барлықтары тамаша жауап бердіңдер. Қазір балалар соңғы тапсырманы орындайық. Бұл былай айтылады. Бірінші топ. Баянның шешімі намысшылықта әлде қызғанышта сендер аламыз. Сендер Ақмаралдың тобы болады. Екінші топ. Баянның інісі қандай? Ноянның орнында болса не істер еді? Үшінші, қалмақ қызы қандай?
жатыр. Сол үшін екеуінің бір-біріне қылысы, екеуінің ескері үшін, екеуінің қазақ тақтары үшін Нұржан Абашев дауы қазақ қалмақ қызының оны солай сөйлеуші. Тура қалмақ қызының істеген сен де істеуші едің дейсің ғой, иә? Себебі неге? Сен неге сонда арналар бөлімге қиясың? Неге сен жап-жас батырды? Мен қалмақтың не қазақ иә, қазақтың несін патриотмын дейсің. Ол патриот болсаң да сен басқалай шешуге болмай ма? Кім айтады кәне? Кім ой салады? Егер де қалмақ қызының орнында болса, Нояға айттырып, баяннан рұқсат сұраушы еді. Қолын алып үйренсе болады. Жақсы, жарайсыңдар. Жолда жаңағы екінші батылдар жолында, өжеттер жолында өздеріне сай, өздерінің ақылдылығы мен жаңағы өздерінің алғырлықтарын, өжеттіліктерін, батылдықтарын көрсетіп отыр дейді. Өйткені әркім өзінің пікірін дәлелді түрде жеткізіп жатыр. Сондықтан мен сендер үшін ризамын. Енді балалар былай істейік. Қазір мен бірінші сендердің рефлексияға тоқталайық. Олар телефондарын, құрылғыларын қолдарына алыңдар. Құрылғыларымызды қолымызға аламыз. Және мына жерде WhatsApp желісі бар, иә, қазір жаңа технология дамыған заман ғой. Сол маған қазір қандай деңгейде сабақ өтті, кімге ұнады, кімге ұнамады деген сияқты өз пікірлеріңді осы жерге жазсаңдар. Мен қазір оны қарасам, көрсем, кімнің сұрағы бар дегендей. Айта кететін жағдай, балалар, бұл жаңа алғашқы сабақ болғандықтан естеміз екінші тарауда келесі сабақта өтеміз. Иә? Сондықтан біз бірінші тараумен таныстық қазір. Ал Джеймс. Телефонына қарайсыз. Дейді Аяжан Ақмарал сабақ ұнағанын айтты, келесі сабақта сыға күтетінін айтты. Келесі Азиз де жақсы депті. Ешкімнің сұрағы жоқ па, түсінбей қалған сұрақтар жоқ па? Баян қандай адам болғанын оқып білдім, өте тамаша дейді. Мен де Батыр Баян сияқты патриот болғым келеді дейді. Шерзат жарайсың. Әли де айтты, маған сабақ ұнады. Көп мәліметтер білдім дейді. Ендеше балалар, бүгін жаңағы бағалау әдісіне көңіл бөлейік. Қарайық барында ол садақа ату тәсіліменен біз бағалауды ұйымдастырдық. Санжар өте керемет, қуаныш өте керемет, Айнұр өте керемет, тамаша, Іңкәр, Жадерке, Ақмарал. Жарайсын. Жас ары қарай. Азиз, жақсы, Дидар, жақсы, өте жақсы ауысың деп тұр. Хатиджа, кішкене сөйлеуің аздау, сондықтан келесі сабақта саған ұсыныс не істеу керек? Көбірек өз пікірін білдіруге тырысасың деп ойлаймын. Жақсы ма? Асылбек саған да сол. Рафкат жарайсың, Рафкатқа жақсы деген талпын дейді. Әли естімедің, бүгін екі оқушы үйрене қалды. Данелия жарайсың, Еркеулар тамаша, керемет, Армина жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі келесі сабақта үй тапсырмасына көңіл бөлейік. Балалар үй тапсырмасына көңіл бөлейік. Үй тапсырмасында өтеушілердің пікірін оқып, ұғым түсінігіңізді кеңейтіңіз дейді. Сонымен қоса Батыр Баянның екінші тарауына дайындық жасаймыз. Біз сендер білесіңдер, жаңағы әдебиет сабағында біз мысалға өтетін қандай шығарма болсын, біз алдын ала бір тақырып бұрын дайындалуымыз керек. Әдебиетті оқытудың заңы солай. Сондықтан да екінші тарауды көз жүгіртіп